Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, әр жұмаға келетін адамды бұл ғибадатқа келді, бұл Алланың шақыруын қабыл алып келіп тұрған пенде деп тіркейтін періштелер болады дейді. Әр жұмаға келген кезде. Жұма күні болса, мешіттің қақпаларына періштелер тұрады дейді. Сөйтеді, кім бірінші кірді, соны жазады дейді. Алла тағаланың адамдарды аралап, кім не істеп жатыр екен деп тексеретін періштелері болады. Сол періштелер Алланы еске алып, Құран оқып, дін кітабын оқып отырғандар болса, соларға барады дейді. Сөйтіп, соларды қоршап, Алланың мейірім төгілуіне себепкер болады. Сол секілді жай күндерде бас қосқан кезде Құран үйренейін, дін үйренейін, мешіттің уағызына қатысайын, дін бір сөзін үйренейін деп келген адамды да періштелер оларға дұға жасайтындығы, оларды Алланың құзырында тіркеп қоятындығы жайында дерек бар. Сондай-ақ сіздер мен біздерге дұға жасайтын періштелер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер бір мұсылман өз бауырының сыртынан, бауыры жоқ кезде қолын жайып, бауырына бір жақсы тілек айтатын болса, соның үстінде бір періште тұрады дейді. Сол періште анау мұсылманның бауырына жасаған әрбір жақсы сөз үшін Алла тілегіңді қабыл етсін, және сол тілек бірінші өзіңе бұйырсын деп үстінде тілегіне әумин деп тұратын періште болады дейді. Міне, өмірде әр кезеңде, әр сәтте бізді қоршап отыратын, біз ескере бермейтін, байқамайтын, біз секілді Алланың бір жаратылыстары бар. Олар періштелер. Олар жайлы оқыған кезде біздің иманымыз күшейеді. Сол жаратылысты жаратқан біздің иеміз Раббымыздың ұлылығын сезініп, иманымыз бекей түседі. Әрине, әрбір жаратылыста бір періште бар деген кезде, біз енді өзіміздің өмірлік түсінігімізбен ойлаймыз. Мәселен, бір бастық болса, оның көмекшілері көп болса, демек оның жұмысы көп. Үлгеру үшін көп орынбасарлар керек, көмекшілер керек. Алайда Алла тағала періштелерді сол жұмыстың бәрін атқару үшін жаратқан жоқ. Алла тағала не нәрсені бол десе болады. Сол сәтте, әп сәтте болады. Бірақ періштелер жаратуының көп деген мақсатының бірі өзінің ұлылығын көрсету үшін.